Сәлеметсіздер ма? Менің аты жөнім Карашашева Гүлайым Болатовна. Мен гастроэнтеролог, гепатолог маманы болып табыламын. Маған да ретке осындай сұрақ келді. Яғни гастрит толығымен емделуге бола ма, әлде емдеуге болмай ма? Осы сұраққа мен осы видеода жауап беремін, менімен болыңыздар. Осы сұраққа айтпас бұрын бірінші кезекте мен әрдайым лайк және де подписка, сосын будильниктің батырмасын басыңыз деп айтамын. Бұл өте маңызды мен үшін, ол сіздердің аттарыңыздан маған қолдау, сондықтан осы нәрселерді істеулеріңізді сұраймын. Және де бүгінгі біздің тақырып ол өте ауқымды. Гастрит, гастрит дегеніміз ол асқазанның шырышты қабатының қабынуы. Біз негізі оны қалай осы жалпы өздеріңіз де білесіздер, балаларыңыз немесе таныстарыңызда егер асқазан маңайы ауырса, ой болды менде гастрит, наверное, деп ФГДС өтесіздер. ФГДСте сіздерге әртүрлі тұжырым жасауы мүмкін. Мысалы, поверхностный гастрит, хронический гастрит, немесе гастрит ассоциированный хеликобактер пилори, немесе желчный гастрит деген диагнозды көрген шығарсыздар. Осы, яғни гастритті негізі алтын стандарт бойынша біздің Қазақстан мемлекетінің протоколы бойынша бізде гастрит деп қояды. Егер біз ФГДС-пен биопсия алсақ, биопсия дегеніміз ол кәдімгідей асқазанның шырышты қабатының бір тінін алып, соны зерттейді. Яғни микроскоппен қанша қабыну ошағы бар, қанша қабыну ошағында клеткалар бар, лейкоциттер, нейтрофильдер бар ма, жоқ па, яғни қабыну клеткалары шоғырланған ба, әлде жоқ па. Егер ол нәрсе болмаса, біз гастрит деп жаза алмаймыз. Бірақ бұл процедура өте қымбат, және де көп күнді талап ететіндіктен, және де бізде білесіз, ФГДС-тік бір адам бір күнде істемейді, бір күніне бір 10 шақты 7 адам ФГДС өтуі мүмкін. Соның бәріне биопсия алатын болса, ол өте ауқымды жұмыс. Сондықтан көбінесе егер бір визуально, яғни эндоскоппен қарағанда біз эндоскопист маманы егер бір подозрительный участок көрсе, яғни бір қабынған, эрозияға ұшыраған ошақты көрсе, ол биопсия алады. Биопсия алып, көбінесе ол биопсия алғанда именно хеликобактер пилориға цитология алады. Яғни хеликобактер пилори ең жиі туындататын себеп болғандықтан, ол бактерия, соның санын, яғни қаншалықты ол көп шоғырланғанын анықтау үшін сол әдісті жасайды. Бірақ ол 50-50, кейбір эндоскопист маманы істемейді, кейбірі көбісі істейді. Енді қараңыздар, негізі неде сіздер, мысалы, гастроэнтерологтар мен коллегаларым мені қарайтын болса, басқа дәрігер қарайтын болса, бір ФГДС-ті көрдіңіздер ме, здоров, немесе гастрит жоқ деген тұжырым, ондай жоқ, оның да себебі бар. Өйткені оның орнына, мысалы, ең жеңіл түрі ол поверхностный гастрит немесе хронический гастрит деп жазылады. Басқа да ондай рефлюкстік жоқ, тек осы екі сөйлем болуы мүмкін. Ол ондай тұжырым болса, ФГДС-тен мысалы өтіп, ол сондай тұжырым алсаңыз, ол өте жақсы. Яғни ол дегеніміз, мысалы, сіздер өттіңіздер, бірақ поверхностный гастрит деп жазды. Ол поверхностный гастрит дегеніміз кейбір емес, кез келген тамақ ішкеннен кейін, немесе біз реклама, телевизор көргенде, тамақты көргенде қарнымызда, яғни ми көреді, көз арқылы ми бізге асқазанға сигнал береді, дайындал деген сияқты. Ол яғни тұз қышқылын шығара бастайды. Сол моментте біз тамақ ішпесек, ол тұз қышқылы сосын жаңағы
шырышты қабатты кішкене қабыну ошағын тудырады, бірақ ол андай уақытша нәрсе. Өйткені бұл уақытша нәрсе, өйткені бізде регенераторлы, яғни защитный, яғни қорғаныс механизмдер бар біздің асқазанда. Яғни ешқандай тамақ түспесе, тұз қышқылы өзінің агрессивті факторын жүргізсе, яғни қабыну ошағын тудырса, біздің асқазанымызда шырышты бөлетін клеткалар синтезделе бастайды, өңделе бастайды да, шырыш бөле бастайды. Яғни сол тұз қышқылының агрессиясын төмендетеді, яғни сондай кішкене қызарған, кішкене қабынған ошақты ФГДСте көретін болса, эндоскопист поверхностный гастрит немесе хронический гастрит деп жазады. Яғни бұл жерде біз ешқандай шошымауымыз керек, ой, бұны емдеу керек деген жоқ. Егер сізде ешқандай шағым болмаса, тұрақты түрде асқазаныңыз ауырмаса, оны емдеудің де қажеті жоқ да. Әрине, негізі қазіргі тұжырымдар бойынша гастритте, яғни гастриттің белгілері ол ауырсыну емес. Негізі ауырсыну ол көбінесе функциональны диспепсия деп аталатын ауруға тән. Ал ауырсыну, нағыз ауырсыну бізде эрозия болса, яғни шырышты қабатының шырышты қабатынан тереңірек кетсе, жара емес, қабыну ошағы. Сосын эрозиядан язва болса, яғни тереңірек жара болса, сонда ғана біз ауырсынуды, нағыз ауырсынуды сеземіз, және ол ауырсыну өте қатты болады, созылмалы болады. Сондықтан аш қарынға көбінесе таңертеңгі тұрғанда қатты ауырсыну сезімдері болады. Сол жағдайда біз көбінесе ФГДС өткеніміз дұрыс. Енді қараңыздар, гастриттің түсіндік, гастрит деген диагнозды бірінші емделе ма, емделмей ма деген сұраққа жауап бермес бұрын, сізде гастрит шынымен бар ма, әлде жоқ па, соны түсініп аламыз. Егер шынымен де сізде гастрит бар, шынымен де сізде, бірақ гастриттің түрін анықтау керек. Мысалы, гастриттің біз айттық желчный гастрит, сосын HP хеликобактер пилори ассоциированный гастрит дейміз, яғни хеликобактер пилори туындатқан. Одан кейін атрофиялық аутоиммунды гастрит бар, одан кейін гипертрофиялық гастрит бар. Ол қандай түрлер? Хеликобактер пилори тудырған гастрит туралы айтатын зат көп. Ол туралы менде қысқаша бір нем бар, прямой эфир өткізген, оны мен YouTubeқа ең алғашқы кезде жүктеп қойдым, соны қараңыздар. Және де екінші ол өттің әсерінен пайда болған гастрит. Өт деген ол біздің өт қапшығынан шығатын зат. Ол негізі асқазанның астында, яғни бауырдың астында, және локализация бойынша асқазанның төмен қарай орналасқан. Яғни ол дегеніміз не? Егер өт біздің асқазанымызда болса, значит асқазанмен ол негізі өңешке, кешірім сұрайым, ішекке бөлінеді, 12 ішекке бөлінеді өт. Яғни сол ішек пен асқазанның арасындағы клапан болады, сфинктер, соның ашылып жабылуы дұрыс істемесе, яғни қайтадан кері кету бағытта өт асқазанға кетсе, значит сол клапанның дұрыс істемеуі деген сөз. Яғни біз ойлаймыз, значит бізге біріншіден өттің жұмысын реттеу керек, екінші жаңағы клапанның жұмысын реттеу керек. Үшінші түрі жаңағы біз айттық атрофиялық гастрит. Атрофиялық гастрит дегеніміз, яғни деген отсутствие, яғни жоқ, трофия деген, яғни қоректену. Бізде бүкіл клеткалар, тігіндер қан тамырлармен әкелетін қоректі заттармен қоректенеді. Қан тамырлармен деп айтайық. Егер қан тамырлар азайса, сол мекенде мысалы асқазанның шырышты қабатында, яғни ол атрофияға ұшырайды. Яғни клеткалардың қоректенуі нашарлайды, сосын атрофия белгісі пайда болады. Бірақ атрофиялық гастриттің бірнеше несі бар, себебі болады. Бірінші ол хеликобактер пилори. Неге хеликобактер пилори? Ол өзінің несі бойынша, ауру даму тарихы бойынша өзі сол атрофиялық гастритке алып келуі мүмкін. Бірақ сол неге біз оны қатты прям внимание деп айтқым келеді, өйткені назар аударуыңызды сұраймын, өйткені рак
желудка, яғни асқазанның қатерлі ісігінің ең жиі себебі болып осы атрофиялық гастрит. Яғни атрофиялық гастриттің ішінде хеликобактер пилори тудырған гастрит болады. Сондықтан хеликобактер пилориға біз неге қатты маңызды рөл атқарады деп айтамыз. Өйткені, яғни емдеуі, неге маңызды рөл атқарады дейміз, яғни ол біздің рак желудканың профилактикасы ретінде болады. Енді атрофиялық гастриттің екінші себебі ол аутоиммунды гастрит. Аутоиммунды гастрит ол, яғни бізде асқазанда париетальды клеткалар бар. Бізде асқазанда көп клеткалар бар, клеткалардың түр-түрі бар. Түрі ол париетальды клетка. Осы париетальды клеткаларға қарсы антиденелердің болуы ол бізде аутоиммунды гастриттің белгісі болып табылады. Яғни оны біз қан арқылы сол жаңа айтқан париетальды клеткаға антиденелерді біз тапсырамыз, сол арқылы көруге болады, анықтауға болады. Енді тағы гипертрофиялық гастрит. Гипертрофиялық гастрит ол көбінесе мен байқауымша, маған келген науқастардың ФГД-сі бойынша көп науқаста гипертрофический гастрит деп жазады, бірақ ешқандай биопсия жасамайды. Біз гипертрофический гастритті былай биопсиясыз айта алмаймыз, нақты сол гипертрофия ма, әлде жоқ па. Атрофияға да тоже касается. Көп науқаста жай атрофиялық гастрит деп жазылады ФГД-сінде, бірақ биопсия жасалмайды. Олай болмайды. Обязательно биопсия жасалынып, сосын атрофиялық гастрит па, әлде гипертрофиялық гастрит па нақты біз биопсиядан ғана көріп, көзіміз жетіп нақты, сосын ғана себебін іздей бастаймыз. Егер ол гипертрофиялық гастрит болса, ол да шынымен де биопсия алынып микроскоппен гипертрофиялық гастрит деп қойылса ғана, біз уже ол предраковый, яғни асқазан қатерлі ісігінің алды ауру жағдайына жататын ауруларының бірі. Сондықтан бірінші сол гипертрофиялық гастрит бар ма жоқ па биопсиядан ғана көреміз, одан кейін ғана мониторинг жасап, уже тоже шаралар жасай бастаймыз. Ал енді біздің сұраққа жауап берейік. Гастрит емделе ма толығымен, әлде жоқ па? Гастриттің, яғни біз бірінші білдік, гастриттің бар ма жоғын бірінші анықтаймыз. Бар болса биопсия, немесе жаңағы ФГД-сі шынымен де басқа ошақтар болса, шағымдар болса, одан қаса рефлюкс гастрит, солар қосымша басқа аурулар болатын болса, біз гастриттің себебін анықтаймыз. Себебін анықталғаннан кейін біз емдейміз. Негізі гастриттің себебін анықтап оны дұрыс емдесе, гастрит емделеді. Бірақ созылмалы гастрит ол созылмалы болғандықтан, оның мен айтқанда екі кезең болады. Яғни өршу сатысы және де ремиссия. Ремиссия ол басылыңқы, яғни ешқандай клиникалық симптомдар жоқ. Осы созылмалы ауру болғандықтан осы екі кезең бір-бірімен алмасып отырады. Сондықтан кейбір авторлар айтады, ол толығымен емделеді, себебін анықтап дұрыстап емдесе. Екінші ол айтады, жоқ, ол емделмейді, өйткені ол созылмалы ауру. Осы мен айтқанда екі кезең бір-бірімен алмасып отырады дейді. Негізі менің ойымша, яғни себебін дұрыстап анықтаса, және де оны емдесе, емдейді. Бірақ сіз ФГД-сі өткенде, сіз вроде бәрін емдедіңіз, вроде бәрін шағым ешқандай жоқ, бірақ для мониторинга өзіңіз барып ФГД-сі өтесіз қайталап, бір айдан кейін, бір жарым айдан кейін сізде жазылып тұр, поверхностный гастрит деп жазылып тұр. Яғни менде гастрит емделмеді ма деген сұрақ сіз жағынан дұрыс болады, бірақ бір не айта кетейін. Яғни ол поверхностный гастрит дегеніміз, ол жаңағы мен айтқандай, оны қатты шошудың қажеті жоқ, және де ол емдеудің қажеті жоқ. Ешкім эндоскопистер здоровый желудок деп ешкім жазбайды. Сондықтан ол сіздің гастриттің бар не жоқ екеніне қатты үлкен мән бермейді. Егер сізде клиникалық симптомдар жойылса емдеуден кейін, және де сізде жаңағы тек қана поверхностный гастриттан басқа ешнәрсе жазылмаса, онда бәрі жақсы. Уайымдамайсыз, толық емделді деп есептеуге болады. Болды, осы гастрит туралы көп нәрсе айтылды деп ойлаймын. Мен негізі эндоскопистпен тоже бір
сауал сұрап, жаңағы олар қай жағдайда поверхностный гастрит қояды деген сұрақ қойғым келеді. Сондықтан сәл күте тұрыңыздар. Сол бір интервью деп айта алмаймын, бірақ бір-екі сұрақ қойылған бір шағын ғана сол интервьюді мен міндетті түрде YouTube-қа жүктейтін боламын. Маған лайк басып, подписка батырмасын басып, будильникті басып қойыңыздар, міндетті түрде комментарийға өздеріңіздің жылы лебіздеріңізді, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Ұялмаңыздар, менімен болыңыздар, басқа да видеоларымызды көріңіздер. Міндетті түрде сізден қолдауды күтемін. Сау болыңыздар.